Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Даму KZ арнасы. Өткен сабағымызда осы пазл ойынның жасалу жолын көрсетемін деген болатынмын. Осы ойынның жасалу жолын PowerPoint бағдарламасында дәл қазір сіздерге көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдымен PowerPoint бағдарламасын ашасыздар. Одан кейін дизайн бөліміне кіріп, размер слайда деген бөліктен ширина деген жерге 20-да үтір 7 деген санды, одан кейін высотаға 29 деген санды жазып, осылай экран бетін ашып аласыздар, яғни книжный бөлім жасап аласыздар. Вставка бөліміндегі рисунки деген бөлікке кіресіздер. Өздеріңізге керекті фонның суретін сақтап қойған жерден барып, фонда келіп, осылай экран бетіне қоясыздар. Одан кейін осылай A4 форматына дәлдейсіздер. Артық қалған бөліктерін қиып алып тастайтын боламыз. Одан кейін пазлдың PNG форматындағы бөлігін алып, осылай кішірейтіп аламыз. Өзімізге қандай көлемде керек, солай жасап аламыз. Ал ортасындағы сызықтарды мен видтағы направляющий дегенді таңдап, ортасынан дәл сызықтар түсіріп алдым. Пазлға түс беру үшін формат бөліміндегі свет деген жерге кіріп, әртүрлі түс бере отырып өзгерте аламыз. Мен мысалы серый түсті алдым, кішкене көрініп тұру үшін. Одан кейін барлық осы пазлдың бөліктерін мен копировать етіп, вставитті басып, барлық бөлігіне қойып, ретімен қойып шықтым. Енді бізге осы пазлдардың липучкамен жабыстыратын түрлері керек. Ол үшін бағанағы пазлды копировать етіп алып, осылай пазл бөліктерін түсін ауыстырып алып, барлығын ретімен орналастырып шығамын. Енді бізге осы пазл бөліктерінің бір шетіне жазу, екінші шетіне сурет қою үшін біз Яндексқа кіріп, өзімізге қажетті суретті поисктан іздеп тауып аламыз. Мысалы, мен қазір Like of Cosmos деп PNG форматы деп суретін іздедім. Өзімізге ұнаған суретті копировать етіп аламыз да, осы экран бетіне вставить деп басып аламыз. Сосын өзімізге керекті алған суретті кішірейтіп, тек қана суреттің өзін ғана алатын болсақ, формат бөліміндегі удаление фона дегенді таңдап, осылай суреттің өзін ғана ала аламыз. Екінші жағына, мысалы, ең алғаш ғарышқа ұшқан ит деп жазатын боламын. Сіздер әртүрлі сұрақ қоя аласыздар, басқа сурет қоя отырып, осылай оқушылар өздері пазлды біріктіре отырып табатындай етіп жасап аласыздар. Екінші бөлікке, мысалы, мен Юрий Гагариннің суретін сақтап алдым. Осыны енді артқы фонын өшіру үшін формат бөліміне кіріп, осылай удалить фона дегенді таңдап, әр бөлігін артық қиылып кеткен жерлерін осылай түзей отырып қиып аласыздар. Енді қиылған бөлікті кішірейтіп, пазлдың екінші бөлігіне дәлдеп қойып шығасыздар. Әртүрлі бағытты таңдауға болады. Сіздерге қайсысы ыңғайлы, соны қолдансаңыздар болады. Одан кейін екінші жағына осы кісіге қатысты сұрақты қоюға болады. Әр бөлікке осылай суреттермен жазуды қойып болғаннан кейін файлдағы сохранить деген бөлікке кіріп, өздеріңізге JPEG форматында сақтап аласыздар. Бұл сіздерге принтерден печать етіп шығару үшін керек болады. Енді сақталған жұмыстарымызды осылай A3 көлемінде шығару үшін печать деген бөлімге кіріп, параметр деген жерді таңдап, свойство принтера деген бөлікке кірген соң, многостраничность деген бөлікте 2:1 дегенді таңдап печать ететін боласыздар. Печать ететінен алдын сіздерге дәл осылай бірінші және екінші бөлік, яғни беттері көрініп тұрады. Екінші суретті де дәл осылай екі бетке шығарып алатын боласыздар. Видео сіздерге пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осындай пазл ойындарының түрлі жасалу жолдары каналға салынатын болады. Видеоны жіберіп алмаңыздар.